Сәлем достар. Бұл азаматтың жасы 34-те, бірақтан оған қарап тұрып, ешкім онан жоғары жас бермейді. Бұл қытайлық жас кезінде басынан соқ қалған. Соның салдарынан бұл азаматтың уақыт өте келе бойы өсіп, ер азамат болғанымен, келбеті жас бала секілді болып қалды. Иә, мәңгі жас болған жақсы, керемет секілді, бірақ оның да өз кемшіліктері, қалпына келмейтін салдары бар. Сантьяго қаласында тұратын Шу Шенка есімді мына Қытай азаматы қазіргі таңда 34 жаста, бірақ келбеті 6 жасар балаға ұқсайды. Ол осы жасынан бастап қартаюды тоқтатқан. Жас кезінде достарымен ойнап жүргенде қасындағы балдардың бірі абайсызда басын таспен ұрып жарған. Туыстарының айтуынша басынан қан ақпаған, бірақтан 3 күн бойы орнынан тұра алмай жатқан. Сосын дәрігерлерге апарып тексергенде басында жиналған қан бар екенін айтып операция жасаған. Операция сәтті өтіп, барлық артта қалып, бұрынғыша өмір сүріп жүрген, алайда 9 жасында ата-анасы баласының теңдестеріне қарағанда басқаша көрінетінін, оларға қарағанда ақырын дамып келе жатқанын байқап, дәрігерге көрсеткен. Тексеру нәтижесі бойынша басынан соқ қалған кезінде өсу гормонына әсер ететін бас мүшесі жағы зақымданған. Сол себептен өсуіне, дамуына зиян тиген. Сол оқиғадан кейін 28 жыл өтсе де баланың дауысы жуандап, сақал мұрты өспеген. Күнде жолыққан ондаған бейтаныс адамдарға жасы 34-те екенін, не себепті осылай болғанын айтады екен. Ең жаманы бұл емес, өсу гормоны зақымданғандықтан жыныстық мүшесі де жетілмеген. Сол себепті үйленіп отбасын құра алмайды. Дәрігерлер ешқандай көмек бере алмайтынын, өз денесіне ешқандай өзгеріс істей алмайтынын білсе де, оған қатты қапа екенін білдірмейді. Шушенко өз сөзінде: "Мен достарым күндердің күнінде қартайып, беттеріне әшім түскен кезінде, мен жап-жас болып жүремін" деп әзілдеп қояды.